Сіз білесіз бе, 80 жасқа дейін сіз жас кезіңізге қарағанда барлық бұлшық еттеріңіздің жартысын жоғалтуыңыз мүмкін. Бұл тек әлсіздік емес. Бұл жағдай саркопения деп аталады. Ол тыныш түрде миллиондаған қарт адамдарды күштен, тепе-теңдіктен және өздігінен әрекет ету қабілетінен айырады. Елде 500 миллионнан астам қарт адамдар осы аурудан зардап шегеді. Жыл сайын 300 мыңнан астам адам осы бұлшық ет әлсіздігінен болатын құлаулардан ауруханаға түседі. Мәселе мынада. Қарттардың 93% бұлшық еттерін жоғалту процесін тоқтататын немесе қайта қалпына келтіретін қандай да бір әдеттер туралы білмейді. Бұл туралы көптеген дәрігерлер де айтпайды. Өкінішке орай, көп адамдар күн сайын бірдей қателіктерді жасап, бұлшық еттерін жоғалту процесін байқамай жеделдетеді. Бұл қателікті түзету оңай, бірақ бұл әдеттер өмір бойы белсенді болу немесе басқалардың көмегіне тәуелді болу арасындағы айырмашылықты жасайды. Бұл бейнемазмұнда біз күш пен белсенділікті сақтайтын қарттардың 7 әдеті туралы айтамыз. Олар әлі де таушындарын бағындырады, спортпен айналысады және күш сынауларында жастарды басып озады. Бірақ алдымен лайк басып арнамызға жазылып, осы бейнені қайдан көріп отырғаныңызды пікірлерде жазыңыз. Бірінші әдет. Герметикалық стресс ыңғайсыздықта күш. Көп адамдар қартайғанда әлсіздік болады деп ойлайды. Бірақ уақыттың әсері емес, ыңғайлылық болуы мүмкін. Қысқа уақыттық стресс, мысалы суық душ, сауна немесе уақытша аштық, бұлшық еттерді сақтау үшін ең тиімді әдістердің бірі болып табылады. Қысқа стресс дене қорғаушы механизмдерін қосады. Бұлшық еттерді сақтап, митохондриялардың жұмысын жақсартады және гормондарды ынталандырады. Олар денені жасартады. Суық душта 30-дан 60 секундық тұрып, сіздің адипонектин деңгейіңіз көтеріледі. Ол бұлшық еттерді қорғайтын гормон болып табылады. Екінші әдет. Витамин D. Бұлшық еттер үшін үнсіз өлтіруші. Витамин D тек сүйектер үшін ғана емес, бұлшық еттер үшін де маңызды. Қарттар арасында витамин D жетіспеушілігі өте көп кездеседі. Бірақ бұл туралы көп адамдар білмейді. Витамин D бұлшық ет жасушаларында рецепторлар бар. Оларсыз бұлшық еттер толық қалпына келмейді, жұмыс істемейді. Үшінші әдет. Хроникалық қабыну. Бұлшық еттерді жайлап ұрлайтын үнсіз ұры. Хроникалық қабыну бұлшық еттердің жасырын жауы болып табылады. Көп жағдайда қарттар бұл қабынуды сезбейді. Бірақ олардың бұлшық еттерін әлсіретеді. Бұл қабынуды бақылау өте маңызды. Оның алдын алу үшін жақсы ұйықтап керек. Төртінші әдет. Микроэлементтер. Бұлшық еттер үшін жасырын көмекшілер, магний, креатин, бионика және басқа да маңызды микроэлементтер бұлшық еттердің жұмысын жақсартады. Қарттар арасында бұл микроэлементтердің жетіспеушілігі жиі кездеседі. Бұл олардың күшін төмендетеді. Бесінші әдет. Бұлшық ет пен ми арасындағы жасырын байланыс. Қартайған сайын ми мен бұлшық еттер арасындағы байланыс әлсірейді, бірақ оны қалыпта ұстап тұру өте маңызды. Бұл үшін координацияны жаттықтырып, мидың белсенділігін арттыратын жаттығулар қажет. Алтыншы әдет. Прогрессивті күш жаттығулары. Бұл ең тиімді қартаюға қарсы әдет. Прогрессивті күш жаттығулары күшті тәуелсіз болудың кілті. Жасына қарамастан адамдар бұл жаттығулар арқылы күшін сақтап арттыра алады. Егер осы әдеттерді өміріңізге енгізсеңіз, бұлшық еттеріңізді сақтап, күшті әрі тәуелсіз бола аласыз. Прогрессивті күш жаттығулары зерттеулерге сәйкес қартаюға қарсы ең жақын дәрі болып табылады. Неліктен ол тиімді? Оттудан кейін әр 10 жылдықта адамдардың бұлшық еттері 3-8% арасында жоғалады. Ал бұл процесс 60 жасқа келгенде айтарлықтай жылдамдайды. Бірақ бұл тек сыртқы көрініс немесе спорттық жетістіктер емес. Бұлшық еттердің жоғалуы бұл күш, тепе-теңдік, қозғалыс, метаболизм мен тәуелсіздіктің жоғалуы.
Қартайған сайын бұлшық еттеріңді сақтау үшін оларды үнемі күшті жүктемелермен жұмысқа салу қажет. Бұған арналған прогрессивті күш жаттығулары ең тиімді жол болып табылады. Сіз қандай жаттығулар жасасаңыз да, күшті жаттығулар үшін келесі негізгі принциптерге назар аудару керек. Бірінші принцип – интенсивтілікті көтеру. Әдетте, қартайған кезде жаттығулардың жеңіл болуы керек деп ойлайды. Бірақ керісінше, бұлшық еттеріңіздің күші артсын десеңіз, сізге өзіңіздің денеңізді әлсіздіктен шығару үшін жаттығуларда күшті жүктемелер қажет. Ең бастысы жаттығуды тым ұзақ немесе жеңіл жасау емес. Керісінше, бұлшық еттерді қалыпқа келтіретін уақыт ішінде барынша күш жұмсау. Екінші принцип – комплексті жаттығулар. Қартайған адамдар тек белгілі бір бұлшық еттерді жаттықтырудан гөрі бүкіл денені белсендіретін жаттығуларды жасауға тиіс. Мысалы, отыру мен тұру, жату, қосымша күшпен тұрғызу сияқты жаттығулар бүкіл денені жаттықтыруды қамтиды және бұлшық еттерді күшейтеді. Бұл жаттығулардың тиімділігі сол, олар күнделікті өмірде қолданатын функционалды күшті арттырады. Үшінші принцип – күрделілікті уақыт өте келе арттыру. Үнемі бірдей жеңіл салмақты пайдалану бұлшық еттердің өсуіне көп әсер етпейді. Өсу үшін сіздің жаттығуларыңыз қиындап, салмақты немесе қайталауды көбейту керек. Төртінші принцип – қозғалыстарды баяулату. Қозғалыс кезінде қозғалысты бір қалыпты жасаңыз, әсіресе төмендеу кезінде. Бұлшық еттерді жайлап төмендету арқылы көп күш салып, жарақатсыз өсіруге мүмкіндік береді. Жаттығулардың соңғы нәтижесі. Егер жоғарыдағы принциптерді ұстанатын болсаңыз, 70-тен немесе 80 жаста да көп нәтижелер көре аласыз. Бұлшық еттерді қолдау тек сыртқы күшке ғана емес, ұзақ өмір сүруге де пайдалы. Қартайған кезде бұлшық еттеріңді сақтап қалуға болады. Сол себепті де прогрессивті күш жаттығуларын қалыпты өмірде енгізу қажет. Бұл әдеттерді өміріңізге енгізу арқылы сіз өзіңіздің тәуелсіздігіңізді, күшіңізді және үйлесімділігіңізді сақтай аласыз. Жаттығуларды жасап, дұрыс тамақтану арқылы қартаюдың жағымсыз әсерлеріне қарсы тұруға болады. Сонымен, қартайған сайын тек белсенді өмір салтын таңдап қана қоймай, бұлшық еттеріңді сақтап, тәуелсіз болуға мүмкіндік беретін ең тиімді тәсілдерді қолданыңыз. Белокпен тамақтану уақыты. Ұмытылған фактор. Барлығы белокпен тамақтанудың бұлшық еттерді сақтау үшін маңызды екенін біледі, әсіресе қартайған кезде. Бірақ көп адамдар белокты қаншалықты алатыныңыз ғана емес, қашан алатыныңыз да маңызды екенін ескермейді. Жасы ұлғайған сайын ағза белокты жақсы сіңіре алмайды. Бұл құбылыс анаболикалық қарсылық деп аталады. Сондықтан тек ет жеу жеткіліксіз. Қарт адамдардың ең көп кездесетін қателіктерінің бірі таңертең және күндіз белокты тағамдарды азырақ жеу, ал кешкі асқа жетуге тырысу. Алайда бұл әдіс жұмыс істемейді. Бұлшық еттер тек тамақтанғаннан кейін 3-4 сағат ішінде белокты тағамды сіңіру қабілетіне ие. Егер сіз күніне бір рет тамақтансаңыз, сіз бұлшық ет массасын сақтаудың бір күні мүмкіндігін жоғалтасыз. Шешім. Белокты тағамды күні бойы тең дәрежеде бөліп жеу. Мақсат – әр тамақтану кезінде 25-30 грамм белок алу. Бұл шамамен 100 грамм тауықтың төс еті немесе 2 орташа жұмыртқа. Таңғы ас, жұмыртқа, ірімшік, грек йогурты, протеин коктейлі. Түскі ас және кешкі ас, майсыз ет, балық, бұршақ, ірімшік немесе тофу. Техас университетінің зерттеуінде қатысушылар 12 апта ішінде тек дұрыс тамақтанып, белокты тағамдарды күн бойы пайдаланып, 550 грамм бұлшық ет қосқан. Бонус ретінде бұл режим қанның қант деңгейін жақсартады. Тәбетті төмендетеді және тіпті ойлау қабілетін арттырады. Бұл жаста жиі төмендейді. Сонымен, егер сіз дұрыс тамақтануға тырыссаңыз, белокпен тамақтану уақытының қателігін түзетуіңіз қажет. Әйтпесе, барлық күш жігеріңізді зая кетіресіз. Қарапайым өзгерістермен күнделікті таңғы ас, түскі ас және кешкі ас бұлшық еттеріңіз үшін нағыз қорғанысқа айналуы мүмкін. Ары қарай біз витамин туралы айтамыз.
Ол қарттар арасында 80%-дан астамында жетіспейді. Және оның жетіспеушілігі күшімізді баяу жоюы мүмкін. Жақсы жаңалық бар, супер қартаюшылар, белсенді, күшті қарт адамдар бір жалпы әдетті ұстанады. Ол күнделікті қабынуды төмендету. Міне, осы әдеттерді ескеру керек. Сапалы ұйықтаңыз. Әрқашан бір уақытта ұйықтап, қараңғы бөлмеде ұйықтаңыз. Бұл қабыну цитокиндерін 40%-ға төмендетуге көмектеседі. Ішек денсаулығын қолдаңыз. Ол қабынудың басты көзі. Әр аптада 30 түрлі өсімдік және ферменттелген өнімдер, йогурт, кефир, 40 қабатты жесеңіз. Алақанды тербетпей, ақылды түрде қозғалыңыз. Күн сайын жеңіл физикалық белсенділік және аптасына 1-2 қысқа тарқынды жаттығулар жасау үздіксіз жүктемеден әлде қайда жақсы. Қабынуға қарсы өнімдерді қосыңыз. Майлы балық, омега-3, куркума, жидектер, жасыл шай, зәйтүн майы. Күн сайын 2-3 грамм омега-3 мақсат етіңіз. Қабынуыңыз бар жоғын білмейсіз бе? Қан талдауын тапсырсаңыз, жоғары сезімталдықты С-реактивті қабыну көрсеткішін тексеріңіз. Қартайған сайын денсаулығыңызды сақтап, белсенді болу үшін дұрыс әдеттер мен күтім қажет. Бұл өмірдің кез келген кезеңінде денсаулығыңызға және күшімізге ие болуға көмектеседі. Дұрыс тамақтану, тұрақты жаттығулар мен психоэмоционалды тепе-теңдікті сақтау, осының бәрі сізді күшті, тәуелсіз және белсенді етеді. Тек өзіміз үшін дұрыс шешімдер қабылдауға байланысты. Ешқашан кеш емес. Өйткені қартаю тек жаңа мүмкіндіктер ашу кезеңі ғана.